Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай нәзік творожный пирогпен бөлісетін боламын. Өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Менімен бірге жасап көрсеңіздер болады. Маған лайк басып, комментарий жазып, подписаться кнопкасын басуды ұмытпаңыздар. Бізге керек бүгін творог керек, 300 граммдай болады. 250 мл қант, 180 грамм сары май, 2 үлкен жұмыртқа және бізге ұн. Ұнға қамыр қопсытқышты араластырып қойдым. Қамыр қопсытқышты 10 грамм қоссаңыздар болады. Астына описанияға мен құрамын барлықтарын жазып қоямын. Ал біз бастайық. Ең бірінші мен начинкасынан бастағым келіп тұр. Себебі сәл еріп нетіп тұрады. Ең бірінші мен творогымды алып, творогты сіздер жұмсақ творогтан алсаңыздар болады. Езілетін творог болады ғой. Мынау менде домашний творог. Енді оған мен қантымды қосам. Мен тәтті болғанын қалғандықтан сәл көбірек қосам. Мынау барлығын қосайын. Жақсылап араластырамын. Жақсылап араластырып, қантымды қоссам, жұмыртқа қоссам. Жұмыртқа бір дана қолданамын. Бір данасын несіне, қамырына кетеді. Жақсылап араластырып, Бұны немен жасасаңыздар да болады. Блендермен қатты езіп араластырып, чизкейк сияқты болып шығады, әдемі болып. Мен жай ғана қолмен араластырамын. Үйдегілер солай жегенді жақсы көреді. Жақсылап араластырамыз. Біздің неміз дайын болды. Начинкамыз, ішіне қосатын қоспамыз дайын. Мен кішкене 1-2 қасық, үлкен қасықпен айран қосып жібердім. Солай жасаймын. Мен айран болмаса, қаймақ қосып жіберем. Әдемі шығады. Енді біз начинкасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге сары май керек. Сары майды салып, жаңағы қамыр қопсытқыш қосқан ұнымызды саламыз. Пісірген қайсысы болып қалды ма? Бірінші аздау салып аламыз, өйткені қамырымыз қатты болып қалмау керек. Жақсылап қолмен езіп, араластырып аламыз. Тестамызға да 100 граммдай не қосамыз, қант қосамыз. Жақсылап араластырып, жұмыртқамды жарып салып аламын. Міне бізде осындай теста шықты. Песочный теста. Жұмыртқамды қосып, жақсылап осыдан теста жасадым. Бұны негізі 15 минутқа тоңазытқышқа қалдырып қойсаңыздар болады. Тестамыз дайын. Табамды дайындап алдым. Мен бұны ешқандай майламаймын. Қатпай шығады менде, асты қатпайды. Сол үшін майламай тестамды сала берейін. Мен оқтаумен кішкене жайып алдым. Жан-жағын осылай жасап шығамыз. 24 диаметрде жасап жатырмын. Осылай бірдей тегіс қып жасап шығамыз. Және де шанышқымен бүйтіп нетіп қоямыз. Осы кезде жақсы көтеріледі. Енді біздің начинкамыз дайын тұр. Жақсылап араластырып құятын боламыз. Сіздерге көріп тұрмын. Әдемілеп орналастырамыз. Бір тегіс қылып қамырымызды түзеп шығамыз. Бетіне неше түрлі не сепсеңіздер болады. Қалауларыңызша малина, клубника әрлеу үшін сепсеңіздер болады. Мен құр осылай пісіремін. Енді біз бұны 150 градуста 45-50 минуттай пісіретін боламын. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Мен суытып алдым. 10-15 минутқа. Міне қараңыздар, мен майлаған жоқпын. Өзі алынып түсті. Енді міне сіздерге кесіп көрсететін боламын. Қараңыздар, өте жұмсақ, нәп-нәзік болып шығады. Мен жасап көруге
кеңес беремін, үйлеріңізде міндетті түрде жасап көріңіздер. Шайға өте керемет болады. Мінекей, қазір сіздерге үлкенірегін кесейінші. Міне қараңыздаршы, үгітіліп тұр. Жұмсақ. Үйлеріңізге шайға ұсынсаңыздар өте керемет. Менімен болғандарыңызға рахмет. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.